күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды жарық көздері деп аталады. Сен бүгін жасанды жарық көздермен танысатын боласың. Ең алдымен суреттегі заттарды атап шығайық, иә? Суретте нелерді көріп тұрмыз? Май шамдардың түрін және электр шамын көріп тұрмыз. Бұл заттар бізге не үшін қажет? Жарық көздерінің пайда болу реттілігі бойынша айтып шығайық, иә? Мынау ежелді біз керосинмен жағатын майшамның түрлері. Ал мынау біз қолданылатын свечалар. Бұл да майшам деп аталады қазақша. Ал мынау қазіргі кезде біздің үйде қолданылатын заманауи электр шамдары. Шамның да ежелден бастап өсіп келе жатқанын байқап отырмыз. Бұның барлығын адамдар ойлап тапқан. Жарық бізге қоршаған ортаны көру үшін керек екенін сен білесің, солай ма? Ертеректе майшамды пайдаланған. Ал қазіргі уақытта біз электрдің көмегімен шамдарды жағып, үйді жарық етіп отыра аламыз. Жасанды жарық көздерін адамдар ойлап тапқан. Ал енді суретке қарайық. Сахнада өнер көрсетіп тұрған өнер адамдарын көріп тұрмыз. Сахнаның іші қараңғы болады. Ал оны шамдармен жарық етіп отыратын мамандар бар. Сол сахнаға жарық беретін мамандарды жарық операторлары деп атайды. Балалар сергіту сәтін жасап болған соң, білгенің жөніндегі мәліметті оқып шығайық. Сендер менімен бірге оқыңдар. Кешке әр оқушының жұмыс орнында үстел шамы болуы керек. Оның жарығы оқулық пен дәптердің бетіне бағытталады. Жарық сол жағыңнан түскені жөн. Бұл көздің саулығына пайдалы. Сенің үйіңде сабақ дайындайтын үстеліңде үстел шамы бар ма? Сол шам сенің оң жағыңда орналасқан ба, жоқ сол жағыңда орналасқан ба? Шамның жарығы сол жақтан түссе, көздің саулығына пайдалы деп тұр. Өте жақсы балалар, үстел шамының не үшін қажет екенін білдік, солай ма? Енді электр қуатымен жанатын шамдар 2 ғасыр бұрын пайда болған екен. Демек, бұл шамдарды адамдар 200 жыл бұрын ойлап тапқан. Жасанды жарық көздерін біз күнделікті пайдаланамыз. Балаларына сілтемеге кіріп, сендер бір тәжірибені, қызықты бір тәжірибені жасап көріңдер. Шарды алып шашыңа үйкесең, электрдің, магниттің әсерін байқайтын боласың. Дәптерімізді ашып, жасыл және қызыл қарындашымызды алып, алдымен ғимараттың ішіндегі жарық көздерін сарымен, көшедегі жарықтарды қызылмен бояп шығамыз, дөңгелектерді. Сахнадағы жарық көзі ғимарат ішінде болып тұр, ал мынау төбедегі ілініп тұрған шамдар ол үйдің ішінде. Сосын тағы қай шамды көріп тұрсың ғимарат ішінде жанып тұратын? Ол сенің үстеліңнің үстінде тұрған үстел шамы. Ал енді көшедегі шамдарды қандай түспен бояу керек екенін сен жақсы білесің. Енді мына суретті өзің жарық көзін тауып, жасанды жарық көзі қай жақтан түсіп тұр? Кітаптан түсіп тұр ма? Жиһаздан түсіп тұр ма? Жоқ, шамнан түсіп тұр ма? Соны тауып өзің боя және түсіндіріп бер, ол шам не үшін қажет? Сен бүгін білім сандығына өзіңнің атыңды жазып жапсырсаң болады. Сен бүгінгі сабақтың барлығын, яғни жасанды жарық көздеріне нелер жататынын білдің бе? Тапсырмалардың барлығын орындадың ба? Егер түгел орындаған болсаң, алтын сандыққа. Егер жартылай орындаған болсаң, күміс сандыққа. Ал саған бүгінгі тапсырмаларды орындау қиын болған болса, ағаш сандыққа өзіңнің атыңды жазып қалдырсаң болады. Сонымен бүгін жасанды жарық көздерімен таныстық. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.